Өзбек ағайындардың ғаламторында жәдетшілдік тақырыбында өте көп ақпараттар кездеседі. Қазақ тілді ақпаратқа қарағанда 100 есе көп. Мысалы, Google-ға жәдиттер деп іздесеңіз, қазақ тілді ақпарат 1300 ғана нәтиже берді. Ал өзбекше жәдитлер деп іздейтін болсаңыз, 114 000 нәтиже шығады. Сонымен қатар басқа бір сөзбенен, яғни жәдетшілдік деп қазақша іздейтін болсақ, қазақша 15900 ғана нәтиже берді. Ал өзбекше жәдетшілік деп іздейтін болсаңыз, 158 000 нәтиже береді. Яғни қазақ тілді ақпараттан 100 есе көп деген сөз. Мысалы, YouTube-қа жәдетшілдік деп іздейтін болсақ қазақша, менің шығарған видеомнан басқа 3-ақ видео бар екен. Және олардың ешқайсысы ресми деректі фильм санатына жатпайды. Яғни егжей-тегжейлі зерттелген, тақырыбы тарқатылған деректі фильм санатына жатқыза алмаймыз. Ал егер өзбекше жәдетшілік деп іздейтін болсаңыз, 3 ресми деректі фильм, және ол әрі орысша, әрі өзбекше нұсқасында жарияланған. Одан бөлек 1 кино, 8 аудио кітап, видеоконференциялар, сұхбаттар және мен секілді жеке блогерлердің жасаған 30-дан астам видеолары бар екен. Демек, қорытындылайтын болсақ, өзбек ағайындар өздерінің жәдиттік көрнекті тұлғаларын бізге қарағанда 100 есе көп дәріптейді екен. Олардан үлгі алып, осы бағытта көп жұмыс жасау қажет. Қазақта да көрнекті жәдиттік тұлғалар өте көп. Мысалы, Абай, Шәкәрім атамыз бастаған көрнекті тұлғалардан бастап, бүткіл алаш қайраткерлері жәдитшілер болған. Олардың еңбегін, олардың өсиетін өскелең ұрпаққа жеткізу бізге қасиетті борыш деп санаймын.